Элдар маған бүгін сюрприз жасап, үндемей, айтпай. Мама папасын шақырып тұр ғой. Мамасымен танысты, папасы жаңа кетіп қалып. Кішкене қысылдым. Вообще неприятно. Андай Ақтауда үйренбегенбіз ғой. Күшті жандар екен. Неге айтпайсың маған? Айтпай сюрприз жасадым. Шош кеттім ғой қазір. Не болып отыр ғой, бізде менталитетті андай деп біз ата-ененің қасында отыра алмаймыз деп ше. Таныстырмайды деп ше. Біз современный семья деп айтып түсіндіріп жатырмын. Ұялшақ екен. Өзім неудобно сезініп сөйле дейді да маған. Сөйле деп қалдырып кеткен. Қыздардың қасына қалдырып кеткен. Әпкем бар, мамашам бар. Бізде енді өздеріңіз білесіздер ғой, Ақтауда, Маңғыстауда жалпы келін деген затқа қатты қарайды ғой. Таныспақ түгіл, біз деген вообще таныспақ түгіл келін болып, біз ата-енемен бірге отыру дейтін затты білмейміз ғой. Енді мынандай жерде жаман ұялдым, кәдімгі сөйлей алмадым бар ғой. Енді айтады, сөйлесейші дейді, біз современныймыз дейді, қоқыс қайда. В общем, бізде свидание. Осы прическаға отырып алыпсың кәдімгідей. Басқа прическа удобно еще. Сашым жалбырап жүрмейсің. Кім прям. Алматыға келгелі осы прическаға отырдым. Ақтауда бір рет те жасатып көрмеппін. Норм, стрём, ойын ойнайын деп жатыр Мүсел ханым. Элдар мырза. Элдар, саған сұрақ. Десибеле басқа жігітпен совместный контент түсірсе, сізге норм или стрём? Типа таныс адамдардан да? Иә. Общий танысымыз болса, думаю, это норм. Норм? Ол бала өзінен 10 жас үлкен қыз баламен жүру норм или стрём? Норм. Тұрмыс құрғаннан кейін орамалсыз жүру норм или стрём? Норм. Болашақта ақшаны әйелдің ұстауы норм или стрём? Норм. Норм. Қызың қысқа кию норм или стрём? Адам қызы өз қаласы біледі ғой. Қалай негізі айтқам. Жоқ, сіз андай қылып жауап беру керексіз, норм или стрём деп. Норм. Қызыңыздың шетелге жеке қыдыру норм или стрём? Құрбылармен болса норм. Сіздің телефоныңызды тексеру норм или стрём? Негізі ол жағы стрём. Дейді өлең бағырат отырып. Ойшы қалай стрём, сен бірдеңе жасыратын ұқтың? Жоқ, ештеңе жасырмайды. Онда не? Жоқ, енді тексересің, тексере бересің. Постоянно алып тексерген, это стрём. Гүлді тек қана праздникте беру норм или стрём? Тек қана праздникте, стрём. Енді Несібелі ханымға сұрақ қоямыз. Бывшыңды түсіңде көрген норм или стрём? Мен түсіңе жауап бере алмаймын. Бұрынғы бывшыңды Норм. түсіңде көрген. Ойламаймын да дейтін, түсіме көрсе мен кім кінәлі? Сұрағыңыз. Обручальный кольцо тақпаған норм или стрём? Элдардың. Норм. Элдардың отырыста таныс қыздармен отқаны норм или стрём? Таныс болғанда смотря қандай қыздар. Бір таныстармен отқан норм или стрём? Мен сенемін да, бір-бірімізге сенсең нормально норм. Былайша елі, ең жақын подруга қыз болған норм или стрём? Ну, типа, дос құрғысы дегенде ше. Досы қыз болсын. Стрём, конечно, жалғыз өзі бір қызбен отса стрём. Но общий компаниямен отса норм. Телефон паролін білген норм или стрём? Норм. Тексеру норм ба, стрём ба? Тексеру негізі норм емес стрём. Потому что әр адамның өзіне жеке границасы болады деген сияқты. Шынымен
самый доверие ғой, сенім болса болды ғой. Негізі мен де тексермес едім. Оны да тексергенін қаламаймын. Элдардың сіздің көзіңізше осырғанды норм или стрём? Осырғанды норм или стрём? Не айтарым білемін ғой. Қалай отырасың, естің қалай Сіздің қасыңыз... Пока что стрём енді үйленіп жатсақ норм болады шығар. Енді шалымның жаман осырап еске жатпасам енді басқа білмеймін. Амал жоқтан көнем. Амал жоқ көнесің. Қазір ойланып қаламыз. А пока что енді стрём. Пока осырмашы, ата жерде махаббатым жауып қалар